Сонымен 42.500 теңгені ала алмаған жағдайда еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігіне шағым жазуға болады электронды түрде. Маған ол әлеуметтік көмектің берілмеген себебі екі жерде жұмыс істегендіктен деп ойлаймын. Бірақ SMS келгенде маған сіз ай сайын әлеуметтік көмек аласыз фондтан немесе бюджеттен деген. Сондықтан мен шағым білдірейін деп отырмын. Мынау егов сайты, өздеріңіз білесіздер. Осыған енді вайти дейсіздер. Вайти деп басасыздар, ЭЦП-ны белгілейсіздер, ол жерден өзіңіздің ЭЦП-ңызды таңдайсыз. Так. Мында USB флешкада hazır. Аутқа басасыздар, мына жерде парольді выбираете. Басасыздар. Міне данныйлар шығады. Одан кейін оны подписать деп басасыздар. Міне басқаннан кейін бет ашылды. Төбесінде өзіңіздің фамилия, имя, отчествоңыз тұрады. Бағана вайти деген жерде. Одан кейін осы сайттан электронное обращение деген столбикті тауып аламыз. Мына жақ. Электронное обращениеға. Одан кейін заказать услугу онлайн дейді. Мен уже беріп қойдым. Менде міне жалоба, отказ, тор. Сіздер создать новые деп жазасыздар. Мысалы, создать дейсіздер. Мына жерде ознакомлено деп басасыздар. Жаңағыны басқаннан кейін мына жерде сіздерде еніліңіз, фамилия, имя, отчество, емейліңіз автомат түрде шығады. Почтовый адрес деген жерге мекен жайыңызды жазасыз. Мына жерде телефоныңызда автомат түрде ары қарата наименование государственной услуги дейді. Наименование государственной услугиға жоламаймыз, тіркемейміз. Мына жерден регион деген жерден Қазақстан дегенді таңдайсыздар. Қазақстан деген таңдағаннан кейін получатель, мына жерде получатель. Мына жерде Министерство труда и соцзащиты дегенді іздеп табасыздар былай. Так. Мне на жерде Министерство цифрового труда и социальной защиты. Дальше на жерде жалоба на отказ. Жалоба на отказ в соцвыплате. Ары қарата мына жерге аласыз да алдын ала тіркеген жалобаңызды саласыз. Бағанағы шағымның қағаздағы түрі, міне жалоба на отказ дейсіз. Министерство труда и социальной защиты Республики Казахстан, Иванов Иван Иванович, ИИН, адрес телефона, жалоба на отказ в социальной выплате суммы 1500. Мне отказали в социальной выплате деп осылай мне надо көрсеткендей жазасыздар. Бұл информаттан голос семейден алдым. Міне бұлай жазылған, қағазға түсірдім.
алдын ала мындай формада жазып алу керек, соны тіркейсіз. Одан кейін приказ с работы, место работы барлығын прикреплять етіп шығасыз. Одан кейін барып отправить дегенді басасыз. Отправить дегенді басқаннан кейін сізде выбрать сертификат, подписать деген сөз шығады, подписывайте. Только alt емес, RCA дегенді басасыз, пароліңізді набирать етесіз, сөйтіп подписать етесіз. RCA мен. Неге шықпай тұр? Подписать еткенде осылай тұрады, только мына жерде көк болмайды, қызыл болып тұрады алдымен. Одан кейін сарғаяды, одан кейін жеткеннен кейін осы көк түсті болады. Мына жерде міне отчет о доставке тұр. Енді бұны келесі рабочий день күні қарастырады. Ол понедельник. Мен суббота күні жіберіп отырмын. Ал одан кейін мына жерде мысалы мынаға былай выделять етесіз. Басып тұрғанда мынау қараю керек қасына. Міне, серый болды, выделять етіп, мына жерде печать дейсіз, сол кезде ол қағазға шығады. Мысалы, оны мен осылай қағазға түсіріп алдым. Енді неше күнде жауап келетінін тосамыз. Мен жаңағы біздің обращениемізға 2 неделяның ішінде, 15 күннің ішінде, в течение 15 календарных дней жауап береді екен обращение физических лиц. Егерде қандай да бір тағы да толық мәлімет керек болса, оны 30 күнге дейін созады екен, бірақ ешкім бұрын 30 күнге созатын туралы мәлімдейді екен. Егер қандай да бір себептер мені қарайтын 500-ді аламай жатсаңыздар, шағымданыңыздар. Сау болыңыздар.